Кайырлы күн әріптестер, Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгін біз қаржысыз қоғам жобасын іске асыру туралы сөз қозғайтын боламыз. Біздің құрметті спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Төлепов Қуаныш Нұрғыбекұлы, Аманат партиясы Алматы қалалық филиалы төрағасының орынбасары, Сұлтанова Асима Серікбаевна, Алматы қаласы бойынша қаржысыз қоғам жобасының менторы. Қош келдіңіздер. Бірінші сөз кезегі өзіңізде. Қуаныш Нұрғыбекұлы. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған қаржысыз қоғам жобасы туралы және жоба аясында атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Өздеріңізге мәлім, былтыр пилоттық жоба ретінде еліміздің 8 өңірінде Аманат партиясы Халық банкпен бірге қаржысыз қоғам жобасын іске асырып, 65 мың адам оқудан өткен болатын. Нәтижесінде жоба өз тиімділігін көрсетіп, жалпы халықтық бағдарламаға айналды. 2023 жылы 1 қыркүйекте мемлекет басшысы өз жолдауында қаржысыз қоғам жобасын ерекше атап өтіп, оның игілігін барша халық көру керек деген еді. Сондықтан үкімет Аманат партиясымен бірлесіп, жобаның ауқымын кеңейтуді тапсырды үкіметке. Осыған орай Алматы қаласында қаржысыз қоғам жобасы 2024 жылдың 5 ақпанынан бастап қала әкімдігімен бірлесе жүзеге асырудамыз. Мемлекет басшысының тапсырмасы аясында 2023 жылдың 12 қазанында үкімет қаржысыз қоғам жобасын жүзеге асыру мәселесі бойынша кеңес өткізіп, өңірлік жобалық кеңселер еліміздің барлық облыс орталықтарында және республикалық маңызы бар қалаларда ашылатындығын баяндады. Осы ретте қаржысыз қоғам жобасын іске асыру жөніндегі өңірлік жоба тобы құрылып, құрамына Аманат партиясы, қала әкімдігі, қаржы, кәсіпкерлік, білім, экономика, қоғамдық даму, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармалары, әділет, полиция департаменттері және Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі екінші деңгейлі банктер кірді. Жобалық кеңсе Аманат партиясының Алматы қалалық филиалында орналасқан. Ай сайын жобалық кеңсенің отырысы өтеді. Онда жобаны іске асыру, ақпараттық жария етуді ұйымдастыру және қатысушылардың проблемалық сұрақтары қаралады. Биыл жоба бойынша еліміздің барлық өңірінде 200 мың адамды, оның ішінде Алматы қаласында 12 мың адамды оқыту жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта қала әкімдігімен бірлесе қаламыздың 6 мекен жайы бойынша оқыту өткізілуде. Алматы қаласына 6 қаржы сарапшысы бекітілген. Олар түске дейін жалпы бағдарлама, түстен кейін қатысушының қалауы бойынша жеке кеңестер береді. Жоба қаланың 8 ауданын қамтиды. Оқыту 5 күнге созылған. Осы уақыт ішінде қатысушылар отбасылық бюджетті жүргізуді, шығындарын басқару, несиелік қарыздарды мерзімнен бұрын өтеу бойынша ұсыныстар алу, тиімді шарттармен несие таңдау, депозиттердің әртүрлі шарттарымен танысу, ірі сатып алуларды жоспарлауды үйренеді. Жоба басталғаннан бері қазіргі уақытқа дейін 11 ағын оқытылып, барлығы 3500-ден астам қатысушы қаржылық сауаттылық бойынша оқытудан өтті. Сондай-ақ оқыту шеңберінде қаржы сарапшылары жеке консультациялар өткізеді және қатысушылардың қалауы бойынша өз бизнесін ашу үшін мемлекеттік гранттық және кредиттік бағдарламаларға бизнес жоспар жазуға көмектеседі. Жоба аясында қатысушылар білікті заң көмегін алып, шоттарына тыйым салынған, қарыздары коллекторлық компанияға сатылған жағдайда немесе несиелік қарызды қайта құрылымдау бойынша көмектер ала алады. Қаржысыз қоғам жобасы қарызға белшеден батып, үмітін үзгендерге нақты қолдау көрсетеді. Жоба қолда бар қаражатқа өмір сүруге, қажетсіз несиеден бас тартуға үйретеді. Жоба аясында атқарылып жатқан жұмыстарды тұрақты түрде бұқаралық ақпарат құралдарында, Аманат партиясының ресми әлеуметтік желілерінде, мемлекеттік органдардың әлеуметтік желілердегі парақшаларында жарияланып отырады. Сонымен қатар, апта сайынғы негізде оқытудың нақты мекен жайлары көрсетілген анонстар, кестелер аудандық әкімдіктердің, партия филиалдарының әлеуметтік желілерінде жарияланады. Пәтер иелері кооперативтерінің және мүлік иелері бірлестіктерінің WhatsApp жеке чаттарында таратылады. Аталған тегін курсқа жазыламын, оқудан өтемін деген азаматтарға есігіміз әрдайым ашық. Тұрғылықты жері бойынша Аманат партиясының аудандық филиалына хабарласуға немесе аудан әкімдіктеріне жүгінсе болады. Жобаға қатысуға ниет білдірушілерге ыңғайлы болу үшін арнайы қоғамфин.kz онлайн платформасы
платформасы іске қосылды. Сайт арқылы оқыту курсына жазылып, пайдалы материалдар мен бейне сабақтарды жүктеп алуға болады. Жобаға қатысушылар офлайн форматта сауатын арттырып, бір топта 100 адамға дейін оқиды. Жоба жыл соңына дейін өз жалғасын табады. Баршаңызды жобаға қатысып, қаржылық сауаттылықты арттыруға шақырамын. Назарларыңызға рахмет. Ақпаратыңызға көп-көп рахмет. Следующее слово предоставляется вам, Асима Серкбаевна. Добрый день, уважаемые участники брифинга. Продолжение речи. Хотелось бы сказать, что по городу Алматы с 5 февраля стартовал данный проект. На сегодняшний день мы практически уже больше 3500 населения по 8 районам обучили. Но что показывает статистика, анализ именно обученных людей? Первое, очень много людей, которые имеют задолженность. Не только там по дням, но и больше 90 дней. Этот человек оказывается задолженником перед банками, микрофинансовыми организациями. К примеру, очень сейчас много кейсов. К примеру, даже рядовой преподаватель имеет 3 кредита в банке, 17 кредитов в микрофинансовых организациях. Ну и на сегодняшний день это очень статистика устрашающая. Но тем не менее, люди, которые сейчас к нам приходят, они выявляют, что первое, это они не ведут регулярный учет доходов и расходов. Они даже когда платят деньги через QR-код, они даже не знают, какие бонусы поступают, на что они потрачены. Есть такие лица, которые оплатили QR-ом, не смотрят свою выписку, в конечном итоге, уже когда приходят к нам на занятия, а оказывается, что у них там мошенники забрали какую-то энную сумму. Есть такие даже лица. Но второе, что очень много людей не планируют свой семейный бюджет. О чем это говорит? Что наше население, к сожалению, по статистике, где-то порядка из обученных людей, 29% они живут в долг. Это очень страшно, но не имеют финансового плана, нету финансовой подушки. Они даже не знают о преимуществах депозита, что можно складывать на депозит, копить на свои цели. Они больше тратят, чем зарабатывают. Это просто плачевный анализ, который на сегодняшний день выявлен. Но также многие оформляют беззалоговые потребительские кредиты, также беспроцентные рассрочки. Это, по сути, все те займы, которые отражаются в одной кредитной линии. И получается, что у них долговая нагрузка очень высокая. Получается, зарплата у них 200 тысяч, оплачивают кредит почти 350. Но, тем не менее, это силами наших экспертов, финансовых экспертов, также юриста, мы делаем все возможное, что мы в рамках нашего проекта предоставляем. Все эти услуги, консультации, услуги бесплатные. И также я хотела немного ознакомить именно такими интересными кейсами. К примеру, женщина 43 года, преподаватель СУЗИ, имеет несколько долгов, в том числе банков второго уровня и микрокредитных организаций. Получается, что мы проводим анализ. Первое кредитное бюро – это кредитная история, обнаруживаем, что есть много исполнительных надписей. Исполнительные надписи лежат у часы, соответственно, уже суд перешло. И получается, что все счета арестованы, а зарплату получать надо. Вот такими проблемами очень много людей, которые приходят. Но есть еще также в поле в социальных сетях ТикТока, Инстаграма очень много таких инфобизнесменов, как окажу юридическую консультацию по снятию ареста, повышу рейтинг, они оплачивают от 10 тысяч и выше. И многие люди там оказываются именно в мошеннических вот этих схемах. Хочу еще дополнить такое, что из всех обученных, количество 87% составляют женщины. Если так сравнивать, женщины берут больше кредитов. Мужчины берут меньше кредитов, но тем не менее осознанность населения у нас больше у кого, как вы думаете? Это у мужчин. Они, когда и берут кредит, они просчитывают, когда я смогу заплатить и так далее. Но женщины в основном очень много кредитов берут на потребительские расходы. Я думаю, если будут вопросы, спасибо. Благодарю вас за представленную информацию. Уважаемые журналисты, далее мы переходим к сессии вопрос-ответ. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтетін боламыз. Первой на нашу конференцию аккредитовалась журналист газеты «Вечерняя Алматы». Вам слово.
Добрый день. Вот вы сказали, что основная часть участников проекта — это женщины. Какие меры поддержки появятся для них? Спасибо за вопрос. Получается, на сегодняшний день мы работаем второй год. Первый год, в 2023 году был это пилотный проект, только в 8 регионах работали. На сегодняшний день по всему Казахстану, в 20 регионах, это получается 17 областей и 3 мегаполиса работаем. И будет продолжение уже на следующий год именно создания кооперативов. Здесь могут все имеющие закредитованные кредиты, которые они могут оплатить, мы будем предоставлять через обучение, получить дополнительный доход через создание кооператива. В этом плане женщины могут именно вовлекаться в это. На сегодняшний день также консультанты, мы в ходе консультации обучаем население участвовать в грантах. Если это многодетные мамы, они могут участвовать в государственных грантах, это же сейчас очень много этих грантов, они могут там участвовать. Мы несем такую посильную поддержку этим категориям людей. Следующий вопрос. Спасибо большое. Хотелось бы узнать в целом, какие задачи стоят перед вами на этот год, если можно подробнее. Спасибо. На этот год по городу Алматы стоит задача, значит, до конца года обучить более 12 тысяч населения города Алматы. Также именно не только выявлять этих проблемных людей, которые с кредитами и так далее, также еще их помочь найти свой дополнительный доход. Это может быть какой-то малый бизнес, какие-то дополнительные услуги. Это в первую очередь. К примеру, одна из консультаций у нас является, что регистрация на Еңбек.кз и трудоустроить. Одна из концепций нашего проекта является таковой. И также есть, как я и ранее говорила, что участие в кредитовании, льготном кредитовании, также и в грантовых программах, которые выделяются в рамках государственных программ. Благодарю за данный ответ. Келесі сөз кезегі Алматы Ақшамның журналистіне беріледі. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн баршаңызға. Менің сұрағым қаржылық мәдениет пен сауаттылықты жалпы қай кезден дамытқан оңтайлы? Қазір енді оқушыларда QR код пайдаланады, иә? Бұл жобаларыңызға оқушыларды тарту ойларыңызда бар ма? Сұрағыңызға рахмет. Осы жоба аясында биылдан бастап қаржылық сауаттылық негізін мектеп қабырғасынан бастап оқытуды жоспарлап отырмыз. Осыған байланысты қазір үкімет пен Аманат партиясы бірлесіп, осы оқушыларға және студенттерге арналған арнайы оқу құралдары мен әдістемелер дайындалуда. Сонымен қатар мына қаржылық сауаттылық бойынша білім беру платформасы іске қосылады. Сондай-ақ Қазақстанның барлық жоғары оқу орындарына, білім беру мекемелеріне, колледждерге, мектептерде арнайы осы қаржылық сауат бойынша курс енгізіледі. Дәлірек айтқанда, Қазақстан бойынша 450 мың оқушы мен 100 мың студентті осы қаржылық сауат бойынша оқытуды жоспарланған. Биыл оқу жылынан бастап, қыркүйек айындағы. Жалпы қаржылық сауаттылық дегенде бірінші кезекте біз нені меңгергеніміз дұрыс? Осы жөнінде тарқатып айтып кетсеңіз, рахмет. Сұрақты қайталап жіберіңізші? Қаржылық сауаттылық дегенде көп қой, енді жолдарын білу, иә? Ең бірінші кезекте нені білу маңызды? Рахмет. Ең біріншіде қазіргі таңда қаржылық сауаттылық, қаржы деген біздің жанұямызға не деген сұраққа жауап беру керек адам. Екіншіден, қандай стратегиямен өмір сүріп жатыр. Мысалы ретінде, әрбір жанұяда, әрбір адамда кіріс бар. Және де шығындары бар. Кірістен шығынды алып тастаған кезде не қалады? Кейбір адамдарда көбінесе, көп адамдарда қарыз қалады. Айдың аяғында жалақы келмей жатып, қарызға батып жатады. Екінші жағдайда, екінші стратегиясы, кірістен шығынды алып тастаған кезде нөлге түседі. Айтамыз ғой, қиын жағдайға туындаймыз. Бұна жақтан үнемдеп кетеміз, басқа қарыз алмаудың амалын жасаймыз. Ал үшінші жағдайда стратегиясы, кірістен шығынды алып тастағанда артылған ақша қалады.
Жалпы айту керек, әрбір адам, әрбір жанұя осыны ең біріншіден өздеріңіздің жанұяңыздың немесе жеке бюджетіңізді бір айға жоспарлап қою керек. Содан кейін шығындарыңызды есептеп осы бір айға жоспарлау арқылы түсіну қажет. Көптеген кезде қазір біз жаңа айтып кеткендей, ана тұтынушылық несиелерді алып аламыз, бізге блендер керек, пылесос керек, бірақ та санамаймыз. Қанша біздің ақшаның құны жылдың аяғында, егерде сіздің жалақыңыз 200 мың болса, жылдың басында 200 мың болатын болса, жылдың аяғында инфляцияны алып тастаған кезде жалақыңыз, мысалы ретінде қазір соңғы егерде инфляцияларды алатын болсақ, 16%-пен көрсетілгендей, сонда сіздің жалақыңыз 184 мың теңге. Былайға жалпылап айтқанда. Сондықтан бұл ақшаның құны, мысал ретінде несиенің бағасы да төмендемейді ғой. Сондықтан осыны түсіну керек. Біріншіден бастап жоспар. Ақша жоспары, бюджетті, жанұяның бюджетін жоспарлап отыру керек. Рахмет. Осы орайда бір сұрақ туындап тұр. Жаңа айтып кеттіңіз ғой, әйел адамдар көбірек алады несиені деп, иә? Сіздердің дәрістеріңізге, мысалға, ерлі зайыптылардың қатар келіп отырып тыңдауынан мән бересіздер ме? Әрине, біз санамаймыз, әйел келе ме, ер азамат, ерлі зайыптылар бірге келе ме. Сондықтан өздеріңіз біз есеп арқылы, түсіндіру арқылы осыны көрсете аламыз. Және де олар үй тапсырмасымен кетеді. Жаңағы жалпы кішігірім стратегия туралы айтып кеттім ғой, осыны стратегияны асықпай үйде санап көрсе, қайсыған көп ақша кетіп жатыр. Біз енді тойшыл қазақ болғандықтан әрбір тойға жаңа көйлек алады екен әйел. Осы жағдайда, осы кеше киген көйлекті егерде жаңа тойға киіп барса, қандай әрекет болады? Сондықтан көздері күліп, соған уже жоспар қояды екен. Сондықтан осындайларды біз қарастырамыз, және де бұл ұрыстыру мақсатында емес, көздерін ашу және сауаттарын көтеру арқылы біз деген көптеген іс әрекет жасап жатырмыз. Сөз соңында осы курс пен әдістемелік материалдарды дайындауда кімдер атсалысқанын айтып өтесіздер ме? Сұрағыңызға рахмет. Ол әрине ең біріншіден Аманат партиясының бастамасы болғаннан кейін, Аманат партиясы, одан кейін Ұлы Дала ауылдық бизнесті дамыту республикалық қоғамдық бірлестігі, қаржыгерлер ассоциациясы, сосын қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі. Бұл халықты, жалпы халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруға бағытталған курстарды осы ұйымдар атсалысты. Одан бөлек бізде мектеп қабырғасынан бастадым деп айтып жатырмын ғой. Сол мектептерде оқу әдістемелік құралдарды дайындауға көбінесе Аманат партиясымен бірлесіп, білім және жоғары ғылым министрлігі, сосын оқу ағарту министрліктері дайындап жатыр осы әдістемелерді. Құрметті спикерлер, жауаптарыңызға көп рахмет. Осымен біз жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Дорогие коллеги, спасибо за участие в пресс-конференции. На этом мы завершаем наш прямой эфир. Рахмет. Жақсы, рахмет.